BMW Mercedes жарысып жатқан кезде қайсысы мықты деп. Мінсіз мінезімен, үнсіз сабырлығымен бір төбе болып Audi тұрады алдында. Бүгінгі шоуда нағыз бизнес-класс лайнері Audi A8 2012 жылғы 3 литрлік лонг версиясы. Қаншама жыл өтсе де өзінің салмағымен түрін, кейпін ешқандай жоғалтпаған темір тұлпар осы болады ағайын. Бұл көліктің ең бірінші ерекшеліктерінің бірі ол полностью толыққанды алюминийден жасалған кузовы. Audi Space Frame деген технология. Алюминийден жасалған, сонда да өте ауыр, жолды мықты ұстайды. И және де қанша жылдар өтсе де сырт кейпі ешқашан бұзылып, ешқашан өзінің сұлулығын жоғалтпайды. Кодовкасы бойынша бұл жерде полностью пневма. Жолдың кемшілігін әшейін жұтып өтіп кете береді. Толық жетекті кватро жүреді. Жаздың жаңбыры да, қыстың суығы да бұған ешқандай проблема әкелмейді дәл осы көлікке. Ходовкасы нағыз неміс инженериясының патологический философиясы қой бұл деген. Audидің сырт келбеті сұлулықтан бұрын мінез. Айқайлап жарқырамайды, сабырлы болып тұра береді. Алдынан қарағанда бірден байқалатыны тең әрі үлкен хромированный радиатор. Мынау хромның өзі өз орнын тауып, әдемілікпен прям агрессияны, суық агрессияны беріп тұрған түрі осындай. Мультимедиа деген айқайлап тұр жігіттер. Конкретно өз заманынан бұрын жасалып қойған звук сияқты мына жерде ше. Мысал үшін музыканы тыңдасаң каждый нотаны сезесің. Шумоизоляция деген қандай керемет. Климат контроль. Конкретно каждый пассажир өзіне алдыңғысы өз температурасын, артқысы өз температурасын жасап, ешкімге бағынбайтын дәрежеде отыруға смело болады ғой. Мынандай Audиға еще лепесток қойып қойған, соответственно, спорт режим бар деген сөз жігіттер. Конкретно жолда біреуге беру керек болатын болса, бересің ғой. Память сиденья, память руля, ол, конечно, бар. Мынандай көлікте, мынандай бизнес люкста, оның менің айтатыным бар, айтпай қалатыным да жетіп артылады жігіттер мына жерде ше. Салон енді бір действительно бір дөкейдің кабинеті сияқты екен. Чисто кожа, чисто ағаш, бәрі лак, жылтыраған бір өзіне бір конкретно жарастырып қойған бір сұлулық қой мына салонның іші. Мен қазір бұның изюминкасын көрсем жігіттер. Кайфтың барлығы натуре артында болады бұл көлікте. Кайфының бәрі артында дедім ғой бұл көлікте. Плавающий сиденье бар ғой жігіттер, прикинь, алдыға, артқа, одан кейін спинкаңды көтересің, жатқызасың. Аз ба? Жарайды. Люкті өзің управлять етесің. Ашасың, жабасың мынау люкті өзіңде. Не только көтен жылытқыш, бұл жерде көтен суытқыш та бар екен. Подогрев сиденья и обдув сиденья. Екеуісінің управлениесі да екі түрлі. Мына көлікті кімдерге жасады екен? Мына жерге даже артқы шторканы ашасың, артқы шторканы жабасың. Мынандай комфорт кімге керек екен? Кімдерге арнап жасалған мына көлік? Мынаны қарасайшы сен. Шторканың өзі электроприводпен ғой, не деген масқара мына жерде. Тағы да бір кайфовый изюминкаларының бірі мынандай наушниктары бар екен жігіттер. Наушниктің қорабы да бар. Все в оригинале. Тура алдында телевизор тұр. Қосып қоясың, таңертең жұмысыңа барғанша бүгінгі жаңалықтардың барлығымен біліп танысып отырасың ғой. Енді іші деген керемет, бір апамның сервантында тұрған хрустальный ыдыстар сияқты. Как будто мына комнатаға тек қонақтар келген кезде ғана отыратын сияқтысың. Көлік Кореядан әкелінген жігіттер. Кімге керек келіп көрсеңіздер болады. Шетел авто деген автосалонда тұр. Төле би 302-ді. Мына жердегі енді комфортты мен бүгін айтып бітпейтін шығармын. Қызықтың барлығы мінекей осы жерде. Дәл осында көлік алғың келіп жатса, пожалуйста, шетел автоға келеміз. Өзімізге арналған, өзің мінезіңе сай любой көлікті таңдап алсаң болады. Сыртқы комфорты жайында айта кетейікші, комфорт не только ішінде бұл жерде. 4 есікте де безключевой доступ, как положено тұр. 4 есікте де присоскысымен, сорғышымен бірге тұр. Сол жігіттер, конкретно суық стиль кімге керек, осы көлік сіздерге арналған. Алматы қаласы, Төле би 302-ді шетел авто жігіттері. Дәл осы көлікте 175 мың пробег, 3 литрлік объем. В общем, кімге керек келіңдерді жұла беріңдер. Сұлулық емес, суық стиль.